Сәлем достар, сіздермен бірге мен Сары Мысық. Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Уже бірнеше күн біраз уақыттай өтті. Мен уже видео түсірмей кеттім. Сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Өйткені менің қолым онша тағы босамай кетті, бірақ мен әлі жоғалып кеткен жоқпын, әлі тағы да жоғалмайын деп уәде беремін. Және жаңа видеоларды түсіретін боламын. Бүгінгі видеода мен сіздерге өте керемет, ең мықты қару модты көрсететін боламыз. Бұл модда өте керемет қарулар бар, және бұл мод әрине Майнкрафттан ақшамен сатып алынған болатын. Және бұл мод қалғандарының айырмашылығы, бұл мод өте әдемі, өте керемет жасалған, және бұл модда өте көп адамдар өздеріне басып алған болатын. Көп созбай видеоны бастайық. Видеоны бастамай жатып лайк басып қана түріп кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Бірінші сіздерге көрсеткім келіп тұрғаны, осы модда осындай қару жасайтын арнайы өзінің верстагы бар. Және бұл верстаг арқылы біз осы қаруларды жасай аламыз. Көріп тұрғаныңыз, осындай әртүрлі автоматтар бар екен бұл жерде. Өздері аттары жазылып тұр, және қалай жасалынатынын осы жерде көрсетіп тұр. Бұл жерде керек заттар жасалып тұр. Және бұл модда түрлі қару емес, оқтарды жасалынатынын көрсетіп тұрады екен. Және тағы да басқа қарулар да бар екен. Жақсы, енді біз қаруларға кірісейік. Бірінші ұйықтап алайық, бізге түнде кедергі жасамау үшін. Енді біз қаруларымызға кірісейік. Көріп тұрғаныңызда бізде осындай өте әдемі қарулар бар. Неде тұрғанның өзі өте әдемі көрінеді екен. Ал бірінші қаруларды көрсетейік. Осыларды көріп алайық. Бірінші осындай бізде мылтық. Қарасаңыздар, өте әдемі көрінеді, және ұстағанда да өте әдемі көрінеді. Отсақ біз оны көздей аламыз. Осындай, және жүргенде өйтіп көрінеді екен. Секіргенде асау көрінше стильдері онша жоқ секілді, бірақ қалғандар өте әдемі істелінген. Өте керемет. Және осылай керемет анимациясы бар. Ең бірінші атып көрейік. Көріп тұрғаныңызда, мылтықтың өзінің оқтары көрсетіп тұрады екен бізге арнайы. Осындай керемет несі бар. Келесі бізде осындай А12 деген автомат тұр. Осындай өте керемет істелінген. Қарасаңыздар, осындай керемет. Өзінің керемет анимациясы бар бұл қарудың. Мұны атып көрейік. Бұл бір оқтан атып көрсеткен. Қару екен. Келесі бізде осындай автомат. Бұл автомат өте әдемі көрінеді, және бұның көздеуі басқалардан қарағанда өте әдемі көрінеді. Осындай көрінеді, өте керемет анимациясы. Келесі автоматты көрейік. Осындай өте керемет. Бұның несі өте әдемі. Келесі бізде осындай автомат. Бұл А16 анимациясы өте керемет. Көруге болады. Керемет. Келесі бізде
өте ұзақ оқытайды екен бұны. Жақсы, сізде келесі қару бізде осындай тапанша. Так, 3 минут нормально ататын қару бар. Так, келесі бізде осы тапанша. Şimdi қалың қаруардан қарасаңыз, көбірек ататын секілді. Бұл қаруарлар маған өте жақсы ұнап жатыр. Егер сіздер қайсысы ұнаса, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Так, келесі қаруарды көрейік. Так, бұл қаруарды біз уже көрдік. Так, келесі берді байқап көрейік. Мысалы, мына автоматтарды біз әлі көрген жоқпыз. Бұл жерде тапаншалардан бөлек траварниктер бар, снайперлер бар екен. Мысалы, мына қару өте күшті көрінеді. Анимация керемет, күшті көтерілген, және өте әдемі. Келесі бізде осындай. Так. Шынымен бұл қаруарларын выживанияда жасауға болады. Бір сақта мен көрсеткендей, олардың крафталарын көрсетіп тұр. Сол бойынша осы қаруарды выживания түрінде жасап ойнауға болады. Және бұл бізде траварник болады. Оның анимациясы осындай өте керемет. Өйстіп көздегі болады екен. Так, екінші тапанша, каналдың тапанша сияқты. Келесі осындай автомат өте керемет. Өте жақсы қару. Келесі бізде осындай керемет А3 деген қару өте керемет. Соңғысы бізде Р90 деген өздеріңіз білетін өте керемет қаруларды берілсе, өйстіп анимацияларын көруге болады. Шынымен өздері өте көп сөйлемей жатыр, өйткені сіздер мен көзіммен қарағанда осы қаруларды көріп тұрсыздар қалып. Бұл қарулардың бірнеше минустары бар. Бірінші минусы ол қару өте көп оқтайды, және оқтар өте жылдам кетіп қалады екен. Қалған жақтары менде нормально. Ал сіздерге қай жақтар ұнамаған, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Менің ойымша біз барлық қаруларды көріп болған сияқтымыз. Қалғандар шамалы қарулар. Мысалы, ракета, снайпер деген сияқты қарулар. Міне қаруымыздың білетін ракетамызды көрейік. Оны өйстіп көруге болады. Өйстіп жаруға болады. Өте керемет көрінеді. Келесі біздің снайпер өте керемет. Снайпер маған өте қатты ұнады. Қарасаңыз өте әдемі көрінеді. Көздеуі де, снайпері де өте керемет оқытайды. Көздеуі өте әдемі. Қараңыздар, күшті көздей алады. Кез келген мықты бір оқпен өлтіреді. Достар, маған осы қарулардың арасында осы снайпер ең қатты ұнағаны. Сіздерге қайсысы ұнады, оны өздеріңіз айта кетесіздер. Так, келесі бізде осындай аттам. Келесі біз көретін АК, МК, осындай Оны үсті көздейді, және
эмоциясы анимациясы өстіп көрінеді. Және біздің ең соңғы қаруымыз осындай автомат. Шын мәнінде өте әдемі көрінеді екен, қарасаңыздар. Және боя қарап отырсаңыздар. Ал достар, мен сіздерге осы модтағы барлық қаруларды көрсетіп шықтым. Егер сіздерге мод ұнаған болса, ойбас каналға тіркеліп кетіңіздер, және ойларыңызды комментарий жазыңыздар. Комментарий жазсаңыздар, мен міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Видео ұзақ болмай шықты, сол үшін кешіріңіздер. Мен бұл мод жайлы онша көп нәрселер өзім де білмеймін, сондықтан онша көп сөйлеп жатқан жоқпын. Және видеода кішкене қателіктер кеткен секілді. Жарайды, қателіктерді сіздер көріп жатасыздар. Сіздердің болған мен Сары Мысық. Келесі видеода кездескенше, және қош сау болыңыздар.